Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға қалайсыздар? Мен сіздерге айтамын, маған оның сторисін жібермеңіздерші, өтініш. Енді бір нормальный жұмысымды бастап, ілгері кетканда настроение құртып жібере бересіздер, бүкіл жұмысқа деген настрой кетіп қалады. Алдында бір бітті деп салып отырды, әлі сол біттісін әлі салып жатыр ма? Енді ештеңе өзгермейді. Бұл менің ғана шешімім емес, бұл екеуміздің де шешіміміз осы болды. Мүмкін тағдырымыз осы шығар. Сондықтан да өтініш жібермеңіздер. Там бірдеңе айтамын деп угрозалар айтып жатыр ғой. Если қазір ашумен бірдеңе айтып қоятын болса, потом мен де айтып қоятын болсам, вот елге қара беттің көкесі сол кезде болады. Лучше екеуміз де қазір осы абырой тұрған кезде қоя салған дұрыс деп ойлаймын. Тыныштық бол. Каждый ұрыс сайын кете ал, не істеп отырсың, кете деген сөз бар ғой. Мына жерінде тұр. Татоу, мен ана сөзді естісем кіршам кетеді. Менің өмірімдегі ең жек көретін сөздерімнің бірі болып қалды. Мен ана сөзді естісем, көзім қарауытып, арқам көтеріліп, кәдімгі өз-өзімді істей алмай, не істеп, не қойғанымды білмей қалам. Мен сол моментте үйден шығып кеттім де, үйге оралған жоқпын. Мен білдім, если мен ана моментте үйде қалғанда, ана ашумен бірдеңе болып, мен сотталып, бірдеңе болатын еді. Лучше қазір ойланып отырмын, енді кетіп қалғаным дұрыс болған шығар мен үшін деп. Ойлады ғой, енді қазір машинасы жоқ, там да күнін көре алмай қайтып келеді деп ше. Бірақ нихуя ондай нәрсе алдағы уақытта болмайды. Әркім өз үшін өмір сүреді. Мен тем более еркек, мен любой жерден, тем более Қазақстанда мен басым істесем, любой жерден ақша шығарып аламын. Ол мен үшін қиын емес. Так что өмір уақыт көрсетеді барлығын. Қазір мен сіздерге бір нәрсе айтқым келіп тұр. Енді бұл ақталған емес, просто сіздер шындықты білсе екен деймін. Өткенде айтыпты, әр ұрысқан сайын маған кет деп айтады, анау мынау деген сияқты. Міне төбемде Құдай тұр ғой. Мен ешқашан кет деп айтпағам. Мен әйел басыммен мен өзім үйден заттарымды жинап кетіп қалу деген жоқ, мен олай тәрбиелемеген. Кейбір әйелдер бар ғой, енді көпке топырақ шашқым келмейді, просто заттарын алып кетіп қала салады. Мен ондай емес, мен наоборот кетпеймін, наоборот тұрып алам мен. Ұрысқан кезде ол наоборот кетіп қалады. Мен әр ұрысқан кезде айтам, давай осы жерде шешіп тастаймыз. Одан кейін навсегда кетесің ба, или ашуыңды басып кетесің ба, өзің білесің деп айтам. Бұл жолы ұрыс қаттыға кетіп қалды, сосын мен айттым. Кетсең кете бер дедім. Мен 2 бала шағаны алып өзім қалам дедім. Өзім асырай алам. Осыған не асырап келдім, и дальше асырай алам дедім. Просто сіздерге өтірік айтқанда менің ішім ашып кетті. Неге отбасындағы проблеманы, отбасындағы жағдайды сыртқа шығарып жатсың деп ойлайтын шығарсыздар. Бірақ мен осы жолы, осы айырылысқан кезде ойлағам. Болды, екеуміз 2 жаққа кетіп қаламыз, халық уже біраз уақыттардан кейін түсінеді екеуміз 2 жаққа кеткенімізді деп ойлағанмын. Бірақ енді мен туралы кішкене әңгімені бұрмалап айтып жатқаннан кейін, маған көп хейт кетіп қалғаннан кейін мен айтып жатырмын. Маған айтады да, не үшін ер адамға кет деп айтасың деп. Айтып тұрмын ғой, мен осыған дейін кет деп айтпағам. Енді осы жолы ұрысымыз қатты кетіп қалғаннан кейін мен кеткің келсе кете бер деп айттым. Мен бала шағамды өзім асырай аламын. Давайте әркім өзінің өмірін сүрсін. Нормально болып тұрған кезде осылай бет жыртыспай кетейік дедім. Бірақ енді бет жыртыспай дегенде уже бет жыртысып, уже біраз жерге барып тастадық. Содан кейін мен бірімен видео түсірсем, ол бірімен сөйлесіп жүр деген сөз емес. Блогер болғаннан кейін әртүрлі коллаборация жасайсың. Басқа блогерлермен коллаборация жасайсың. На будущее может жасайтын шығармын. Сіздер өйтіп жаман ойламаңыздар. Жүретін адам, кездесетін адам Инстаграмға шығармай-ақ кездеседі. Мен онда әрекет істеп жатқан жоқпын. Мен 2 бала шағам тұрған кезде, менің дәл қазіргі мақсатым 2 бала шағамды асырап, жағдайларын жасап, өзімде жағдайым жасап, только сондай ой. Мені біреумен жүріп жатыр, или кездесіп кетіпті, там видео түсіріп жатыр деп артымнан әңгіме етудің қажеті жоқ. Кейбір адамдарға айтып жатыр, мен оқырмандарыма емес. Ал оқырмандарыма мені қолдап түсініп жатқандарыңызға көп рахмет. Енді сіздермен осылай бөліспегенде, кіммен бөлісем, маған просто көп хейт кетіп қалғаннан кейін мен осылай ақталып айтып жатырмын. Енді кейбір адамдар ойлайтын шығар, өзін ақтап алып жатыр деп. Мен ақтап алатын болсам, өзімді жертва қылып көрсеткім келсе, мен дәл қазір жылап, ойбай, бізде сондай жағдай болып жатыр деп ондай нәрсе істей аламын, бірақ мен ол нәрсені істемеймін. Өйткені мен уже жылап, эмоциям бәрін сыртқа шығарып тастағам. Алдынан бері историяда жоқ болып кетіп, кеш шығып сөйтіп жүрдім ғой. Сол кездерде уже настрой жасап, миымды дайындап, уже барлық нәрсе кеш екенін түсініп, уже болды менде. Енді мамам туралы айта кетейін. Мамаңмен тұрып жатсың ғой, ұрыс керіс жасап, ұялмайсың ба мамаң көзінше деп. Или болмаса кейбір адамдар, даже достарымнан естіп жатырмын да, бірге тұрып жатқанымызды әңгіме қылып айтады екен.
Менің мамам бізге үй албасын деп көмектесуге келген. То есть мен мама болмаса да басқа бір няня шақырып, оған ақша төлеп сөйтетін едім да. Мамам маған үй алғанша көмектесем. Ешқандай маған ақшалардың керек емес. Айналаңдар, үй албаңдаршы деп тұрып келген адам негізі. Оны білмеймін енді кім қалай түсініп жатыр. Мамасын кіргізіп алды анамны, онда тұрған ештеңке жоқ. Біздің даже ұрсып атқан кезде де мама вообще араласпайды. Маған қой деп айтқаннан басқа, міне, Құдай тұр ғой төбемде, екеуміздің әңгімемізге, жаңағы ұрыс керісімізге мүлдем араласпаған. Кеше маған бір әйел жазыпты, сен Хуршеттің арқасында адам болдың, Хуршеттің ақшасына бола тидің деп. Мен Хуршетке тұрмысқа шығатын кезде Хуршет ондай бір бай дүние ондай болған жоқ. Біз не алсақ та бірге тауып, бірге ақша тауып, бірге дамып, бірге заттар алғанбыз. То есть біз бірге көтерілген адамдармыз деп айтқым келген сіздерге. Оны даже Хуршеттің өзінен сұрасаңыздар айтады. Мен міне смело айтып отырмын ғой, енді қалай бар солай айтып отырмын. Ешқандай да өтірік. Ойбай, әпше не болды сізге? Дұрыс қой, енді адам бірінші өзін жақсы көру керек қой. Енді қысқа киетіндей сезон болып тұр. Қазір күн ыстық, шорты киетін болып тұр енді. Білмеймін, шортыйды қысқа десеңіздер, енді бықсытып джинсы киіп, или болмаса қалың бір нәрсе киіп жүретін жағдай жоқ. Бала шағама да қарап үлгерем, өзіме де қарап үлгерем. Енді күндіз түні бала шағамның жанында отырып, дым істемей өйтіп отыра алмаймын, өйткені мен ақша тауып, былай шығып жүріп қалған адам болғаннан кейін мұндай нәрсеге жоқпын енді, үйде отырғанға. Негізі мен хейт көтере алатын адаммын да. Адамдар, маған жазатын адамдар екі тарапқа бөлінеді. Менікі дұрыс емес дейтіндер бар, и мені қолдайтындар бар. Оған келісем. Соған қарай арамызда болып жатқан ұрыс керістің екі тараптан да болатынын ұмытпаңыздар. Маған хейт жазатын адамдар жалғыз мен кінәлі деп ойлайтын адамдар да. Енді жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Бекерден бекер адам ажыраспайды. Оған бір емес бірнеше себептер бар деген сөз. Өйткені бірақ нәрсе болса, ол шешіп алатын нәрсе ғой, сөйлесіп отырып бірнеше проблемалар бар деген сияқты ғой. Енді алдынан бері инстаграмға айтып жүргенге еш нәрсені ашып айтпадық екі жақтан да, бірақ енді эмоциямызды көрсетіп қойып жатырмыз. Мен кеше айтқан болатынмын, жыныма тиетін болса барлығын шығарам деп. Бірақ кеше ойланып жаттым да түнімен. Мен қазір салонға келе жатырмын. Тырнағым сәл өсіпті. Сида келетін осы Ханза деген салонға келдім. Диара әпкеге тырнақ істетіп алмасаң, қараңыздаршы, тырнағым деген әлі тұр ғой. Салонға келсем, ана жақта бір кісілер отыр екен. Королева болып отыр ғой. Кезекте тұр. Ойбай. Қолын сүйетін жұрт тауып берейін ба? Жігіт мені табады, мен оны емес. Көре алмайды бұл. Көре аламын, не көре алмайды? Болды, салонда жүрген жоқ. Осы түркісті осы жерге жүру бар. Айтпақшы бота жақында шетелге кетейін деп жатыр. Қолым арман болды ма? Ойбай, шелек болды ғой, шелек. Құртық. Қай жерге кетейін деп жатсың? Кенияға. Күн қалайсыздар? Жаңа кірпігімнен үй алып, историяңды өшіп тастағым сосын қойшы деп сала бердім қайтадан. Кірпігімнің жартысы түсіп қалған ғой, прям жартысынан көбі түсіп қалған ғой, бүйтіп жоғары қара қоя олысың ба. Бүгін қазір барып снять етем кірпігімді. Ау, аға, жайғастыңыз ғой сіз, тұрыңыз. Тұр, жерде отырма. Емір екеуміз далада жүрміз. Бүгін ерте тұрдым, кеш ұйықтадым прям. Кіре алмай тұр ғой. Үйге кіргізейін ба? Есікті ашайын ба? Ой, сен деген түріңнен сенің. Кім саған шық деді? Кім саған түнімен қаңғы деді? Кір. Қаңғы бас. Қаңғы бас. Емердің жалғыз досы. Ойбай, әпше не болды сізге? Дұрыс қой, енді адам бірінші өзін жақсы көру керек қой. Енді қысқа киетіндей сезон болып тұр.
қазір күн ыстық, шорты киетін болып тұр енді. Білмеймін, шортыйды қысқа десеңіздер енді бықыстып джинсы киіп или болмаса қалың бір нәрсе киіп жүретін жағдай жоқ. Бала шағама да қарап үлгерем, өзіме де қарап үлгерем. Енді күндіз түні бала шағамның жанында отырып, дым істемей өйтіп отыра алмаймын, өйткені мен ақша тауып былай шығып жүріп қалған адам болғаннан кейін мұндай нәрсеге жоқпын енді үйде отырғанға. Негізі мен хейт көтере алатын адаммын да. Адамдар, маған жазатын адамдар екі тарапқа бөлінеді. Менікі дұрыс емес дейтіндер бар, и мені қолдайтындар бар. Оған келісем. Соған қарай арамызда болып жатқан ұрыс-керістің екі тараптан да болатынын ұмытпаңыздар. Маған хейт жазатын адамдар жалғыз мен кінәлі деп ойлайтын адамдар да. Енді жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Бекерден бекер адам ажыраспайды. Оған бір емес бірнеше себептер бар деген сөз. Өйткені бірақ нәрсе болса, ол шешіп алатын нәрсе ғой, сөйлесіп отырып бірнеше проблемалар бар деген сияқты ғой. Енді алдынан бері инстаграмға айтып жүргенге еш нәрсені ашып айтпадық екі жақтан да, бірақ енді эмоциямызды көрсетіп қойып жатырмыз. Мен кеше айтқан болатынмын, жыныма тиетін болса барлығын шығарам деп. Бірақ кеше ойланып жаттым да түнімен ше. Бір жерге келдім енді. Көрейік қазір не болады. Әйгіл өзі жоқ. Мен жүрмін таудың арасында, еш құсап. Қалайсыңдар? Я, түсінемін. Бәріңіз күтіп отырсыздар, қайдасыңдар, не кезбе жатсыңдар. Но хотя, по факту мен уже күтіп отырғаным ол кісіні. 1,5 сағаттай болды. Бірақ әлі келмеді. Қасынан ондай гүл алып алдым мен. Все-таки жақсы болып қоштасамыз деп ойлаған ғой. Походу, әпшеміз келмейтін сияқты ма деп қоямын енді. Онда кезе берейін ба деп ойлап отырмын. Қалай ойлайсыздар дейді, до конца күтейін ба, до конца ана жер. Прям тас қараңғы болғанша күтейін ба. Білмеймін енді. Мына гүл енді өзіме қатты ұнап жатыр. Мен, короче, кішкене айнала шетті, кішкене айналып көрейін деп жатырмын. Если бір адам болатын болса, бір қуанытқым келіп кететінін білесіздер ғой, сол кісіге подарка етіп жіберейін ба деп жатырмын енді. Сол. Қазір көрейін. Біз енді қайда келдік десеңіздер, осындай жерге келдік. Ауылский вайб болып тұр енді. Бұндай жерде сағынады екенсің, қалайсың Бегнар? Жақсы өздерің. Жақсы. Қолында камерасы бар. Жаңа сөзім жерге тастамайды, бірден камерасымен келеді айтсам. Мінекей осындай біз енді айтсам қазір шок болсам, нағыз еріккен екен, не істеп жүр деп. Бүгін мен енді бие сауам деп келдім достар. Өмірімде сиыр сауып көргенмін енді, бірақ бие сауып көрмеппін. Өзіме сол бір қатты қызық болып жүрген. Бір жағынан соны контентке салып, бір жағынан үйреніп деген сияқты. Сол. Жет тарттым, қолын тартып алшы. Қолымда мынандай шелек. Мына биен сауайын деп отырмыз. Ана жақта бір бала алып алсайық, не көп балалар көп. Осы, короче, тауға қарап, бие сауып, сол енді қызық болайын деп тұр енді.